Баршаңызға сәлем. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте әдемі, өте нәзік, өте дәмді, жұп-жұмсақ печеньенің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, сары май, 3 жұмыртқа, алдын ала ақ-уызын, сары уызын бөліп аламыз, ақ-уызымызды холодильникке қоя тұрамыз. Айран және қант, бетін әрлегенге қант ұнтағы қажет. Ұнымыз бен майымызды араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз түйіршік пайда болады. Орысша айтқанда крошкалар пайда болу керек. Ұн мен майымызды араластырған кезде мінеки крошкалар пайда болды. Енді осы крошканың үстіне жұмыртқамыздың сары уызын қосамыз, айранымызды қосып, жұп-жұмсақ қамырымызды илейміз. Мінеки жұп-жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды целлофановый мешочкқа салып, шамамен жарты сағатқа холодильникке демалдыруға жібереміз. Қамырымыз демалғанша холодильникте тұрған ақ-уызымызды алып, ортасына меренге салмасын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға ақ-уызымызды саламыз. Ыдысымыз құрғақ болу қажет. Ыдысымыздың ішінде су түйіршіктері болса, біздің меренгамыз шықпай қалады. Ақ-уызымыздың үстіне қантымызды біртіндеп салып, миксерлейміз. Миксердің жылдамдығын ең төменнен бастап, миксерлей отырып, кішкене жылдамдығын арттыра береміз. Біздің меренгамыз өте стойкий болу қажет. Мінеки біздің төңкерген кезде ол ағып кетпейтіндей. Мінеки меренгамыз да дайын болды. Шамамен 10 минуттай миксерледік. Қамырымызды алып, печеньені қазір жасаймыз. Формасын келтіреміз, яғни. Шетінен үзіп-үзіп домалақтап жасауға да болады, кесіп алып. Мен бірақ домалақтап жасаған маған ыңғайлы. Формамен кесіп жасаған. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз дағы. Кескіш домалақтардың көмегіменен қамырымызды видеодағыдай кесіп, осылай формада печеньемізді әзірлейміз. Домалақты көз мөлшермен 4-ке бөлеміз. Сол 4 бөліктің бір бөлігіне меренгамызды саламыз. Қамырымызды 4-ке бөліп, шамамен бір қасықта меренгамызды салып отырамыз. Бетін жауамыз. Меренге салынған жері жоғарыға қарап тұру керек. Сол кезде астыда тұрса, көтерілмей қалуы мүмкін. Мінеки осылай. Енді қызып тұрған отқа, пешімізге 180-200 градусқа шамамен 15-20 минутта піседі, қызарғанша. Әр пештің қызу деңгейі әртүрлі, қарап отырып аламыз. Міне көтерілді. Бетін қант ұнтағымен әрледік, әдеміледік. Міне осындай әдемілік бізде шықты. Өте әдемі, өте дәмді, өте нәзік. Дастарханыңызға сән береді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым ас болсын.